ауылы жаңа қарап отырмын мына жарты ғасырлық жол деген әдемі мақала шықты. Мына өзі Қазақ университеті газеті цветной форматта шығады. Дана Садырхан деген біздің студентіміз 4-ші курстағы керемет толымды материал жазыпты. Қысқа болса да, мына бір беттік болса да, барлықтарыңыздың аттарыңызды атап, барлықтарыңыздың қасиеттеріңізді түстеп тұрып жазыпты. Мен қазір оқып шықтымда қатты риза болып отырмын. Сондықтан менің де білмегенім көп екен ғой мына ішінде деп. Мынау Байбота ағамыздың сіздермен оқыған білмейді екен мысалы. Байбота ағамызбен араласпаймыз. Байбота күйден шыққан әйел сияқты бүгін де оқыды басқанда. Әркіммен оқи бермесінші. Сондықтан мына өте қуаныштымын біріншіден. Өзім осы сіздерді құрметтегеннен кейін қазір бізде енді семестр біткен, сессия жүріп жатыр. Бүгін менің өзім демалысым еді, жұмысым жоқ. Бірақ сіздермен кездесу болады деген соң. Оған мына Құдайберген аға келеді, Қуаныш аға келеді, мына Сүлеймен ағалар келеді деген соң. Ғайни Жамал апайым келеді деп өткенде жолығып қалдық дейді студияда. Сонда айтты осы декандарың ауысып жатыр екен қалай болады деп. Мен айтқам уайымдамаңыз, бәрі жақсы өтеді, бәрі дұрыс болады, декан ауыса береді. Әр нәрсе өзінің ретімен болады деп. Сондықтан мына Гүлмәрия апамыз отыр мінекей мына жерде. Апа десем ренжіп қалмаңыздар сіздер енді маған. Апам маған не болды енді. Сондықтан мына сіздердің жүздеріңізді көріп өте қуанышты болып тұрмын. Өткен себебі мына күнде болатын нәрсе емес. Бұл бір енді 50 жылда бір болатын нәрсе болып тұр ғой сіздер үшін. Мына енді біздер үшін енді жылда 50 жылдық келіп жатады. Жылда біреудің 50 жылдық болып жатады енді. Соны көріп жатамыз, араласып жатамыз. Бірақ негізі сіздердің курстарыңыз өте ұйымшыл, өте дарынды курс болған екендігін біз көрдік, көзіміз жетті оған. Сонымен қаншама таланттар мына жерде тізіп жазған енді. Көп деген кісілердің де. Темірхан Момбекұлының өзі қандай талант мысалы. Ғабиден Құл Ахмет сіздермен оқыған екен. Қандай талантты кісі еді мысалы. Ғабиден аға. Қуаныш Жиенбай, Алпысбай Шымырбаймен мен жұмыс істедім бірге. Ол Қазақстан телелерінде талай жыл бірге жұмыс істеген Алпысбай ағамыздың тәжірибесін көрдік талай. Әуез Бейсебаев дейді. Әуез Бейсебаев қасында жүрдік шынын айтқанда. Әуез ағаның өзі ғаламат жігіт еді ғой, өзі талант, өзі енді әдебиетінде мықты зерттеген. Бірақ өзі кәдімгі таза чемпионский вариантпен басып кете беретін кейде. Ақ көңіл, ақ жүрек аңқылдаған. Бір жаман Жигулиі бар еді, Сұржекей дейді оны, Қабдол. Зейнолла Қабдол Сұржекей деп ат қойған. Міндім де Сұржекейге тұра шаптым дейтін, Зекең. Сол ана Зекеңді апаратын жеріне апарып жүреді жаңағы, қызметін жасап жүреді. Сөйтіп қасында бірге жүреді. Үнемі Зекең енді бәріміздің ұстазымыз ғой, алып тұлға, сол кісінің тәлімін алған кісі еді. Әуез ағамызға енді қазір есіме түсіп тұр енді. Не деген жайсаң адам еді ол. Құдиярбек Ағабаев қараңыз. Оразхан Жарқынбек, Жолдасхан Құрамысов, Нарша Қашағановты сіздермен оқыттым. Ол не деген таланттар қараңызшы. Алия Қайдауылқызы, Ғайни Жамал апайымыз айтты әбілдені. Айгүл Нөкербаева, Алма Үмбетбек, Зәмза Қоңырова апайымыз жүр міне. Ол да келді ме? Иманды болсын, торқа болсын. Мына жерде Мағауия Сембай, Жайберген Болатов, Төрехан Рамбердиевпен де мен араластым. Бұл да марқұм болып кетті ғой. Бұл кісімен мен оңтүстікте жүргенде біраз араластым. Сүлеймен ағамыз Құдайға шүкір аман отыр мінекей. Сол сияқты мына жерде атап жазғанда мына курстың өте дарынды курс болғандығы бұл енді сіздер үшін мақтаныш қой шынын айтқанда. Қай жерде жүрсеңіздер де айта аласыздар, бізде анау болған, мынау болған. Біздерде анадай бар, мынадай бар деп баяғы Сұлтан Махмұт жылы. Сондықтан мына сіздердің енді жастарыңыз мысалы ұлғайып бара жатыр. Неумолимый уақыт деген зымырап өтіп бара жатыр. Бірақ сол баяғы студент кездегі көңілдеріңізбен, сол студент шақтағы сезімдеріңізбен, бір-біріңізбен араласып жүргендеріңізге біз таңғалып қуанып жатырмыз. Бәріне үлгі болатын нәрсе, шынында да. Енді факультет, жаңа Кәкен айтып кетті ғой, журналистика факультеті бәріміздің қара шаңырағымыз. Журналистика факультеті менің өзімнің де үйім. Біздің үйіміз бар.
шын айтқанда. Мысалы мен өзім осы журналистика факультетінсіз өмірімді елестете алмаймын. Сол сияқты сіздердің өміріңізде де журналистика факультеті бір қасиетті қара шаңырақ деп есептеймін. Казгудың ішінде журналистика факультеті ерекше факультет қой. Мен біраз жыл декан болдым осында. Сонда ректораттан менен отчет алып сұрады. Мен айттым, сендер журфакпен ойлап жүрсіңдер. Журфактан кейін құдайлар жұмыс істейді дедім. Барыңдар құдайды басқарып көріңдер дедім сізге. Сөйтсем бәрі күліп жатыр. Шынында да әрқайсысы қаламгер, әрқайсысы жазушы, әрқайсысы талант. Сондай мұғалімдер жұмыс істейді. Әзір де солай. Мен сіздерге бір қызық айтайын. Бұл біздің журналистика факультетінде қазір 11 аса талантты ақын бар. Аса талант, аса деген сөзді әдет. Мемлекет сыйлық алатын жігіттер осы жерде жүр қазір. Қазір оқып жүр ме? Осыны жұмыс істеп жүр. Мұғалім болып сабақ беріп жүр. Міне Мұрат Шаймаран деген жігіт мемлекет сыйлық алады келешекте. Асқан талант қазақ поэзиясында. Мықты ақын. Бекжан Әшірбаев деген ініміз бар ана. Көршінің қызын жазып жүрген. Айтыс ақыны өзі лириканы да қатырып. Әлібек Шегебай деген талантты ақын бар. Бауыржан Айлғожа деген талантты ақын бар. Ермахан Шайхы деген сатирик ақын бар біздің. Мақал сөзін сақалы деп өткенде Алаш сыйлығын алды. Содан кейін қайсы біреулер есіме түспей тұр ғой. Асқар Дүйсенбі бар. Ол Асқар Дүйсенбі 150-ден астам ән жазған, оған текст жазған, өзі композитор, өзі мықты талантты жігіт. Ержан Жұмабекұлы деген талантты жігітіміз бар. Олардың бәрінің ғылыми дәрежелері бар. Барлығы ғылымға келген. Сол ақындығын алып келе жатыр мысалға да. Мен ойлаймын, мына біздің журналистика факультетінде жай қарапайым адам жоқ. Содан жаңа айтып отқаным, құдайлар жұмыс істейді деп отқаным. Сондықтан мына факультетке қош келдіңіздер. Біз қуаныштымыз, өте қуаныштымыз. Өз үйіміздің төрінен сіздерді көріп отқанымызға. Сіздердің де үйлеріңіз ғой бұрын қанатқа ұшып кеткен ұяларыңыз. Сол алтын ұяға қайтып келіп отқандарыңыз, оралып жатқандарыңыз біз үшін үлкен қуаныш, мақтаныш. Суретке түсеміз біраздан кейін. Сол суреттерді кітаптарымызға береміз деген сияқты. Бұл бір тарихи күн болды, тарихи оқиға болып жатыр. Қуаныш ағаның жақында ғана бір кітабын шығарып бердім. Аралығындағы ақырғы аялдама деген. 3 миллион теңге не алды, байқаудан. Айтып қойдыған жоқпын ба секрет? Қуаныш аға, ол мына қазіргі заманғы қазақ романы деген байқау болып 240 ба роман қатысып, соның ішінде 8 роман финалға өткен ақтық финалға. Сол 8 романды мен қазір баспасынан өзім шығарып бердім. Бұл кісілерге әрқайсысына 3 миллион теңгеден төледі. ERG компаниясы баяғы. Айтқан жоқ ол. Оны айтпайды дейді. Мен мына жерін пайдаланып айтып қойып отырмын сіздерге. Ертең жудыратын болды. Сондықтан Қуаныш аға, өзіңізбен де осындай жақын іскер араласта болғаныма қуанамын. Құдайберген ағаның енді жөні бөлек, енді ол кісімен бірге қатар жұмыс істедік. Ол 90-шы жылдары осы жерде көп жыл дәріс берді ол кісі. Докторлық қорғады. Филология ғылымдарының доктор атанды. Қаншама монографиялар жазды. Кафедра меңгерушісі болды. Сол Құдайберген ағамыз енді болмағаныңыз жақсы оны. Оған өкінбей-ақ қойыңыз. Декан болмаған жақсы. Болса бұл көп болса бір аяғына болатын еді. Тікмелес қой, тікмелес. Сондықтан ағаларым, менің апайларым, мына бүгінгі тарихи күн, тарихи оқиға құтты болсын. Барлықтарыңыздың көңілдеріңізде, жүректеріңізде осы сәт қалады деп есептеймін. Қош келдіңіздер.